One Piece анимесіне қош келдіңіз. Бүгінгі видеода біз Ло, Кид және де Зоро осы үшеуінің арасында кім мықты екендігін айтатын боламыз. Арнамызға жазылып, қоңырау түймесін басып кетсеңіз болады. Ал видеомызды бастайтын болсақ, Зоро көпшілік адамға ұнайтындығына мен сенімдімін. Мугиваралардың ішіндегі ең әдемі персонаждардың бірі және де ең төзімді, ең мықты персонаждардың бірі Ророноа Зоро туралы айтатын боламыз. Ал бастайтын болсақ, неліктен мына Зоро Ло мен Кидтан мықтырақ екендігі жайлы айтамыз. Зоро, Ло, Кид. Менің ойымша бірінші Зоро, екінші Ло, үшінші Кид. Бірақ Зоро Лодан чуть қана мықтырақ деп ойлаймын. Ал екеуінің арасы қатты емес. Ал Кидқа қарай келетін болсақ, Кид өте слабый деп ойлаймын. Себебі Шанксқа атака жасағанның кезінің өзінде ақ көрген болатынбыз. Зороның атакасының өзі өте мықты. Себебі ең мықты йонколардың бірі Кайдоның өзіне шырам қалдырғанын көрген болатынбыз. Қалайша бұл Зоро ең мықты йонколардың бірі Кайдоға шырам қалдыруға болады. Ең мықты мечник Оденнің өзі ғана қалдырған емес пе? Менің бұл жағынан түкте түсінбедім. Себебі Луфидің өзі Кайдоны әрең алған болса, Зоро оп-оңай атака жасап шырамын қалдыра салды. Ал айтар болатын болсақ, Зорода королевский воля әлбетте бар. Және де бұл королевская воля екінші уровеньде деп смело айта аламыз. Тіпті Зоро Дазбонспен шыққанның өзінде ақ өзін контрольда ұстай алды және де алдына шыққан қарсыластарының барлығының тасталқанын шығарды. Ал Зороға қарай келетін болсақ, Зоро Кайдомен шыққан кезде өзінің ұсақ тренировкасының арқасында және де Луфидан үйренген дегендерде ақпараттар бар. Ал сіз өз ойыңызды әлбетте комментарийға. Дәл осы моментте Кайдоның өзі де түсінген болатын. Себебі Кайдоны жаралау үшін өте мықты воля және де өте мықты дайындықтың қажет екендігін түсінген болатын. Ал Зоро Ло мен Кидтан мықты болып түсе ме? Әлбетте, иә. Зороның Ло мен Кидтан мықты болу себебі Зоро ол екеуінен де жылдам. Ал Кайдоның воля наблюдениясы айтарлықтай мықты. Себебі ең жылдам Луфидің өзін бір ғана удармен атып түсірген болатын. Осы моментте барлығы айтқан болатын Зоро Кайдодан мықтырақ деп. Мына моментте Кайдо ақмақ не болмаса сюжет құтқарды. Негізінен келетін болсақ, Зоро айтарлықтай мықты. Себебі алдына шыққан қарсыластарының барлығын жеңетіне мен әлбетте сенімдім. Тіпті ең жылдам Кингтің өзінің де тасталғанын шығарған болатын. Тіпті Санджи да Кингті алады дегенге қалай қарайсыз? Жылдамдық жағынан қарай келетін болсақ, Луфи мына үшеуінен де асып түсетініне сіз келісесіз деген ойдамын. Себебі Луфи Кайдоның уровенінде. Айтар келетін болсақ, Ло мен Кидтің Зородан әлсіз болу себебі бұл екеуінің де фрукты қолдануында. Себебі Зоро кішкентай кезінен бері дайындық үстінде, ал Ло мен Кидта ол туралы нақты толығымен ақпарат жоқ. Ло мен Кидтің фанаттары айтқан болатын, себебі дәл осы екеуі болашақта мықты йонколар болады деп, ал мен оған келіспеймін. Ло өзінен мықты адамдарға атака жасай алмайды, ал Кидқа тіпті сөзім жоқ. Кайдо мен Биг Мам өте мықты йонколар, ал Ло мен Кид бұларды қалайша алды. Егерде Ло мен Зоро шығатын болса, мен ол екеуінің бойларын Дофламинго мен Лоға ұқсатар едім. Себебі Зоро дәл осы Дофламинго сияқты өзінің күшін толығымен ашпайды. Ал мына жерде дәл осылай Ло жататынына сенімдімін. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ло мен Зоро бірге бір шығатын болса, кім жеңер еді? Ал енді қайтадан оралатын болсақ, Зоро алдағы уақытта өзінің командасы үшін барын салатынына мен сенімдімін. Санджи, Джимби, Мугиваралар үшін Зоро өзін құрбан етеді деп ойлаймын. Алдағы уақытта не болатындығы белгісіз.
Зоро мен Луфи қосылса біз не болатындығын білеміз, себебі бұл екеуін жеңе алатын дуо болмайтын секілді. Ло мен Киттің фанаттары маған ренжімесін, бірақ та Ло мен Кит Биг Мамды әрең алған кезде Зоро жалғыз өзі Кайдоға шырам қалдырған болатын. Біз осының өзінен ақ көруімізге болады Зороның қаншалықты Ло мен Киттен мықты екендігін. Бірақ та Кайдоның негізгі қарсыласы Луфи екендігін ұмытпауымыз керек. Ал Зоро бірге бір шығатын болса, Кайдоны ала алмайды. Ол әлбетте сөзсіз. Зороның тәртібі өте мықты. Ол әрқашанда жаттығу жасайды. Жаттығу және жаттығу. Осының арқасында өзінің мақсатына жететіндігіне біз сенімдіміз. Зоро не болмаса ұйықтайды, немесе тек қана тренировка жасайды. Осы екі тәртіптің арқасында ол Ло мен Киттен мықтырақ. Зороның тағы да бір мықты болу себебі екі Йонкоға да, яғни Биг Мам мен Кайдоға да атака жасаған болатын. Ал Кит пен Ло ондай нәрсені түсінде де көрмес, себебі Зоро бұлардан екі есе мықты екендігін бағалдан бері айтып келе жатырмын. Зоро өте мықты екендігін баяғыдан бері дәлелдеп келе жатыр. Түсінесіздер ме? Ең мықты Кайдоның өзіне шырам қалдыру дейтін бұл өте үлкен ерліктердің бірі. Тіпті Кайдоның өзі оны мойындаған болатын. Енді Кайдоның өзі мойындап тұрғаннан кейін Зороны қалайша әлсіз деп айтуға болады. Зоро Кайдоға шырам қалдыруының да себебі ол бір ғана нәрсе, тек қана тәртіп, ұзақ жаттығу және де үлкен төзімділіктің арқасында. Дәл осындай персонаж қалайша әлсіз деп айтуға болады, мен түсінбедім. Ло мен Киттің фанаттарына әлбетте не айтсам болады, ренжімесін дегім келеді. Зоро олардан екі есе мықты. Зоро осындай күшімен алдағы уақытта барлығында шайқайтынына мен сіздерге 100% айта аламын. Себебі Кайдоға шырам қалдыру, Кингті жеңу және де қарсыластарына көмектесу, яғни Ло мен Китқа көмектесудің өзі де үлкен ерліктердің бірі. Дәл осындай мықты накаманың болуы Мугиваралар үшін бір ғанибет деп ойлаймын. Зороны да әлбетте мойындау керек, себебі оның скорості Кингтен мықтырақ болды дегенге келісер медіңіз? Дәл осы жерде бір ғана удармен Кингтің тасталқанын шығарды. Ал енді осы айтылғандардан кейін өзіңізге бір қорытынды шығарып көріңізші. Зоро Ло мен Киттен енді қаншалықты мықты екендігін түсінген шығарсыз. Ал енді менің айтпағым Ло мен Китқа сендерге тек қана жаттығу қажет деп ойлаймын. Енді өздері де түсінген шығар, себебі Зоро олардан әлде қайда мықты. Ал енді Зороның төзімділігіне қарай келетін болсақ, ешкімде ешқандай да күмән жоқ деп ойлаймын, себебі дәл осы Зоро қаншалықты өлейін деп тұрса да, қаншалықты қан жоғалтса да, қаншалықты қиналып тұрса да, өздерінің достарына көмектесіп, өзінің жауларынан қорғайды. Осындай батырды қалайша әлсіз деп айтуға болады. Енді Ло мен Кит бұл Зороға не істейді деп ойлайсыз? Осымен шайқасады ма, не болмаса бұның күшін көріп сол баяғы қайтып кете салады ма? Ал енді Зоро осындай персонаж. Біз бұны One Piece'ті басынан ақ көрген кезде түсінген болатымыз. Бұның мақсаты айқын, мінезі өте жақсы және де өте характерный персонаж. Және де бұл өз қарсыластарын әрқашанда бағалайды. Және де Ло әрқашанда шайқасып жатқан кезде оған әлбетте Зоро келеді. Ол Зоро әрқашанда таш жетеді, не болмаса көмекке келеді. Және де Биг Мамға қарсы шайқасқан кезде Лоның күшін айтарлықтай бағалау керек. Дәл осындай персонаж алдағы уақытта болашағы бар деп айтуға болады. Ал менің Китқа мүлде сөзім жоқ. Қандай есі дені дұрыс адам өте мықты Йонкоға барып атака жасайды. Бұның планы болмаса, ешқандай да мақсаты болмаса, неліктен Шанксқа атака жасады деген менің өзімде үлкен сұрақ бар. Зоро кішкентай кезінен бері жаттығып келе жатқандықтан, оның волясы да, вооружениясы да, воля наблюдениясы да барлығы да айтарлықтай көтерілген. Және де осының арқасында Ло мен Киттен басып озатындығына мен сенімдімін.
Зоро алдағы уақытта ең мықты мечник боламын деп өзіне сөз берген болатын, және де осынысын дәлелдеп келе жатыр. Әрі қарайда дәлелдей беретініне біз сенімдіміз. Видеоның да соңына келдік. Дәл осы айтылғандардан кейін өз ойыңызды өзгертесіз деген мен ойдамын. Зороның қаншалықты мықты екендігін түсінген боларсыз. Арнамызға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.